Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Кейде сұрағыңа еш жерден оқи алмайтын, ешқандай кітап жауабын таба алмайтын кеңестерді осы таро картасынан алған кезде бұл жүйені адамдардан көп уақыт бойы неге жасырып келгенін түсінемін. Мысалы, сіздің бір сұрағыңызға әріптесіңіз, досыңыз болсын, не қызығушылықпен, не қызғанышпен дұрыс кеңес бермеуі әбден мүмкін. Тіпті жақыныңыз қаншалықты сізге қамқорлықпен айтса да, өз басынан өткенімен салыстырып сізге қате кеңес беруі мүмкін. Сондайда бұл құрал кез келген сұрағыңызға жауап беретін адал көмекші. Бұл құрал арқылы өмірді жақсыға өзгертуге болады. Кез келген қажеттілікті қалпына әкелуге болады. Егер әрине дұрыс қолға түссе, таро карталары сөреге жинағандай етіп, сізге ғана қажет маңызды ақпараттарды беретіні анық. Маған дәл қазіргі өмірімде осы өз ерекшелігімді тануыма, оны қабылдауыма мүмкіндік берген үшін және осы құралдың тілін түсінуге қабілетімді ашқан үшін жаратқанға алғысымның шегі жоқ. Өзіме ғана емес, өзгелерге де бір пайдам тиер деген ниеттің өзі маған күш береді. Осы таро карталарынан бүгін егер сіз ерекше жан болсаңыз, не істеу керек деген сұраққа жауап алайық. Қандай ерекше жансыз? Таро карталарының мәні де адам өзін қандай болсаң да солай қабылдап өзін жақсы көру маңызды дейді. Сіз қазір осыны үйрендіңіз, немесе әлі үйрену үстіндесіз. Бұл ең басты ерекшелігіңіз. Себебі адам өзін жаратылысынан тән барлық қасиет қабілетімен қабылдамаса, бағаламаса, өзін сүйіп еркелете алмаса, оның айналаға сүйіспеншілікпен қарауда, тіпті осы өмірді сыйлаған жаратқанның өзіне деген шынайы сүйіспеншілігін түсінуі де мүмкін емес. Өзін сүймеген адам өзіне сенімсіз адам. Өзгеге де сүйіспеншілік бере алмайды, және өзгенің де сүйіспеншілігін өзіне қабылдауы екі талай. Адам жанының жарық дүниені таңдап өмірге келуінің өзі бір ғажап құбылыс қой. Бірақ өмірге келгеннен кейін сіздің жаныңыз сол өмір сүрудің ғажайыптарын шын мәнінде түсіне алады ма? Осы қазір қарап отырған адам өмірдің тәттілігін, өмірдің бәрінен құнды екенін түсінген жан. Бұл түсінік сізге бірден келмеген сияқты, мүмкін жасыңыз ұлғайған сайын мұны түсіндіңіз. Себебі мұнда жас кезіңіз және біраз уақыт өткеннен кейін сіз екі түрлі адамсыз. Тіпті кейде жасы 70-ке келсе де бала сияқты бір деңгейде қалып қоятын адамдар бар. Даму болмаған. Мұнда сіз жас кездегі мен үлкейген кездегі өмірге деген түсінігіңіз, осы әлемді қабылдауыңыз әртүрлі. Егер тәжірибе жинамағанда қазір мұндай түсінік болмас еді. Онда әрине басыңыздан өткен өмір сабақтарының бәрі сіздің дамуыңыз үшін, жақсаруыңыз үшін өте қажет және өз уақытында болғанын сіз жақсы түсіндіңіз. Бірақ әрине мұндай түсініктер сол кездерде жас кезде болмаған анық. Өмір сабақтары арқылы
жаныңыз барынша мейірімді, шыншыл, ашық болуды таңдаған екен. Дүниеде ең ғаламат күш күн, иә, қазіргі уақытта сізге де жылы шуағын төгіп тұр. Онда бойымда ғаламат күш бар деп біліңіз. Сіз басқаға жай ғана жылы сөзіңізбен күш бере аласыз. Сондай-ақ бұл кейбір арам пиғылын артына жасырып келген адамдарды да күйдіріп жіберетін күш. Дегенмен мен күштімін дегенді сезінген кейбір адамдардың бойында тәкаппарлық, бәріне өзім билік етсем деген менмендік пайда болады. Сіз бойыңыздағы күннің жылуымен басқалармен бөлісесіз бе, әлде басқаларды билеп төстейсіз бе? Міне, сізге сыйға берілген ғаламат күшті қалай жұмсайсыз? Өзіңізге байланысты. Дегенмен әу бастан жаратылыстан жаны жарық адамсыз. Бұл бойыңыздағы сезімталдық пен шынайылықтың жарығы, айналаға жылуын шашатын жарық екен. Ғашықтар, өз-өзіңізбен іштей үйлесімділікте болыңыз. Қарым-қатынаста да үйлесімділікті сақтаңыз. Сонда басқалармен арада түсіністік орнайды. Сол үйлесімділік арқылы басқаға да тартымды тұлға бола аласыз, дейді. Сіздің ерекшелігіңіз барлық жерде өзіңіздің нұсқауыңызды беріп жүретін, дер кезінде дұрыс шешім қабылдай алуыңыз. Яғни сондай сізде бір ерекшелік бар. Ақылды, жігерлі, білімді, бір дегеннен кез келген адамды орнына қоятын тіл шешендігі де бар шығар. Дұрыс емес әрекетті жасады деген адамды жазалайтын, жақсы әрекеті үшін марапаттайтын бойыңызда бір әділеттік те бар. Негізі сіздің энергияңыз, жұлдызыңыз егіздер, таразы, су құйғыш болуы мүмкін. Энергияңыз құсайды. Енді бұл жерде ер немесе әйел адам болуыңыз маңызды емес. Карталар көбінде энергияны көрсетеді. Сот сын сағаттарда кез келген қиын мәселеге басқа көзбен қарап, шындықтың ашылуын, көпшілікке қатысты мәселелердің қайтадан жақсыға өзгеріс табуын жасайсыз дейді. Яғни жақсыға өзгерістерді жасай аласыз. Осы ерекшелігіңіз өмір кезеңдерінде кездескен қиындықтарды жеңіп шығуға, өткенді кешіруге, қайтадан жаңаруға көп ықпалын тигізеді екен. Өзіңізге де, өзгелерге де. Қаншама аға аркандар шығып жатыр. Өте ерекше, жансыз. Күш бұл бойыңыздағы жоғарыдағы күн сәулесінен тараған мейірімділіктің күші. Сізді батылдыққа, сәттіліктерге, жомарттыққа, өзіңізге лайықты құрметке, еленуге итермелейді. Одан кейін сіздің сыртқы келбетіңіз қаншалықты қатал көрінгенімен, жаныңыз сондай нәзік, шынайы сезіммен ғашық болады, сұлулықты сүйеді. Одан кейін сіз тағы бір ерекшелігіңіз, бұл өте еңбекқорсыз, айналысқан ісіңізде шеберлікті шыңдап, қай сала болмасын, мейлі ол оқу болсын, мейлі ол жұмыс болсын, сол сәтті аяқтауға тырысатын сіз бір тиянақты адамсыз. Міне сізде осындай бір ерекшеліктер бар екенін білдіңіз. Енді сұрайық, осы ерекшеліктермен не істеу керек?
Ол картаның өзіндік бір ұраны, мен алғым келеді. Онда әрине өмірден не қалайсыз алуыңыз керек. Жаңа жұмыс па, жаңа қарым-қатынас па, әлде өмірге деген жаңа көзқарас па, жаныңыз не қалайды? Соған қарай алғашқы қадамдарды басыңыз. Жалпы тұз картасы бұл барлық уақытта адамның өміріндегі жаңа бастамаларды көрсетеді. Сіздің бастаған ісіңіз көк жапырақтар жоғарыға қарай өскен сияқты, сіздің ісіңіз де жоғарыға қарай өседі. Кейін сіз әр бастамаңыздың нәтижесін көріп бастаған кезде, ол сізге көктен түскен сыйлықтай, кейде өзіңізде сенбеуіңіз мүмкін. Сондай кезде тек алғыспен қабылдаңыз әрбір нәтижеңізді. Не істеу керек? Одан кейін сынақтарға дайын болу керек. Басқа біреуге құрбан болудан, бір нәрседен тәуелді болудан сақ болу керек. Егер бастаған ісіңіз ойдағыдай жүрмей жатса, үзіліс жасаңыз. Сын көзбен қарап, нені дұрыс жасамадым деп өз әрекетіңізге баға беріңіз. Бәрін басынан бастаңыз, тек бір орында тұрып қалмау керек. Мақсатқа жетуде әрине үнемі сізге ерінбей еңбек ету керек. Сонда ғана сіз еңбегіңіздің жемісін көресіз. Жаңа идеяларға толы адам болуыңыз керек. Енді осы бір екі ұстанымның өзі сізді тек қана алға жетелейді. Түбінде жеңіске және мол ақшаға қолыңыз жеткізеді. Енді одан кейін карталар өзінің ерекшелігін тани білген және дұрыс пайдалана білген адамның нәтижелерін көрсетіп кетті. Бұл адамның өз ісіне марқайып, өзгелердің алдында өзін мақтан тұтуы. Яғни сіз өзіңіздің ісіңізге қанағаттанып, жасаған ісіңіздің нәтижелеріне риза боласыз. Бұл жерде өзіне сенімді, еркін, ашық ойлы, жүрегін мейірім тастамаған жаңашыл адам және өз ісіне марқайған адам, өз ісінен мақтаныш тапқан адам деп айтуға болады. Тағы бір карта, бұл ескерту картасы. Егер қол жеткізген нәрселерге көңіліңіз толмайтын, немесе дағдарыстарға ұшырайтын кездер әрине жолыңызда кездеседі. Сондай кезде сіз ашулануға, шаршауға бой бермеңіз. Сіз бәрібір өз ерекшелігіңізбен кез келген кедергілерден жеңіл өтесіз. Өйткені сол ерекшеліктеріңіз сізге көмектеседі. Сіз ерекше жан болсаңыз, не істеу керек? Карталар бұл сұрағымызға осындай жауаптарды берді. Егер өзіңізді тансаңыз, мен сізге өз ерекшелігіңізбен жарқыраңыз дегім келеді. Әрқашан әрбір тілегіңіз орындалсын. Карталардың кеңесі ұнаса, лайк басыңыз, міндетті түрде жазылыңыз. Ол сіздің таро карталарынан алған тегін кеңесіне айтқан алғысыңыз болады. Тыңдағаныңызға рахмет, аман сау болыңыздар.